Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер бір тестодан екі түрлі сметанник пісіреміз. Біреу классический, біреу шоколадный. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттерін описанияға жазып кетемін. Бірінші қамырын дайындаймыз. Қопсықышпенен ұнымызды араластырып аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Енді сары майымызды бөлме температурасында ерітуге болады, немесе микроволновканың көмегімен. Ұнымыздың үстіне құйып қамыр басамыз. Қамырдың соңғы ингредиенті бұл тұқым. Екі тұқымды жарып, жаңағы қамырдың үстіне салып, тағы да араластырып, жақсы қамыр басамыз. Қамырды бірдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін пакетке сала тұрамыз, ал екінші бөлігін формамызға салып дайындаймыз. Бірінші классический сметанниктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақты алып, шұңғыл ыдысқа саламыз. Оның үстіне қант қосамыз, араластырамыз. Екі тұқым жарып саламыз. Ванилин немесе ванильный сахар саламыз. Үстіне кукурузный крахмал қосамыз, араластырамыз. Венчикпен, лопаткамен немесе қасықпен жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Формадағы дайын қамырымыздың үстіне бірінші пирогымыздың салмасын құйып, 180 градустық пешке 30 минутқа пісіреміз. Сіз өзіңіздің пешіңізге қарап пісіресіз. Енді екінші шоколадный сметанниктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақты алып, шұңғыл ыдысқа саламыз. Оның үстіне тағы да қант саламыз. Араластырамыз. Оның үстіне ванилин немесе ванильный сахар қосамыз. Және кукурузный крахмал. Сонымен қоса какао салып, және жұмыртқа жарып, үстіне салып, барлығын араластырып аламыз. Пирогтарымызды духовкаға салып пісіргенде салмасы көтеріледі. Бірақ пісіп болғаннан кейін суытқанда салмасы сәл төмен түседі. Пирогымыз өте әдемі. Қамыры жұмсақ, ал салмасы мол. Әр пирогымыз 30 минутта дайын болады. Немесе екі пирогты бірге де дайындап пісіруге болады. Сізде осы рецептпен дайындап көріңіз. Ұнайтынына сенімдемін. Екі тұқымымызды жарып, араластырып аламыз. Екінші пирогымыздың салмасы дайын болды. Енді дайын екінші қамырымызды формамызға салып, әдемілеп тегістеп аламыз. Жанына бортиктарын қалдырамыз. Бұл пирогымыз шоколадный, сондықтан сапалы шоколадты алып, мен рахатовский казахстанский шоколад алдым, соны ерітіп аламыз микроволновкада немесе водяная баняда.
Шоколадты жаңағы салмамыздың үстіне салып жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың үстіне салмасын құйып, тегістеп, 180 градустық пеште 30 минутқа пісіріп аламыз. Бір қамырдан 2 түрлі сметанигіміз дайын. Өте оңай және тез дайындалатын пирогтардың бірі. Сендермен бірге болған Сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Ас болсын!